Здравствуйте. Добрый день всем участникам. Итак, всех приветствую, меня зовут Ахат, я куратор Евразийской ассоциации педагогов. Представляю вам сегодняшнего спикера Жумабекову Гаухар. Всех попрошу отключить видео и микрофоны, чтобы не отвлекать спикера на протяжении всего вебинара. Гаухар, вам слово, можете начинать. Рахмет, сөз бергеніңізге. Қазір бастаймыз. Қайырлы күн, әріптестер. Зиялы қауым, бүгінгі жиналған вебинарға, тренингке, бүгін тренинг форматында өтеді бізде. Сіздерге көрініп тұр ма презентация? Я көрініп тұр. Иә. Көрініп тұр. Рахмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз цифрлық кеңістікте педагогтың жеке брендін қалыптастыру және дамыту, ондағы технологиялар мен әдістер. Сіздер қалам мен қағаз алып дайын отырыңыздар. Енді тренингті бастамас бұрын сіздер микрофонды өшіріп, камераларыңызды қоссаңыздар. Онлайн болса да барлығымыз бірдей камераны қосып, барлығымыз белсенді қатысуымыз керек, өйткені бұл тренинг форматы, сондықтан практикалық жұмыстар болады. Енді қазір өзімді қысқаша таныстырып өтейін. Аты жөнім Жұмабекова Гаухар Айтбекқызы, PhD қауымдастырылған профессор, медиа тренермін, факт-чекинг және дезинформация саласы бойынша, және ICU, коуч, тұлғалық және кәсіби даму бойынша, және ментор ICA. Енді біз сіздермен бүгін жиналып отырмыз тренингте жеке бренд. Қалай қалыптастыруымыз керек, оны қалай дамытуымыз керек, қазіргі кезде жеке брендті дамытудағы әдістер қандай, оны жолдары бар, оны біз қалай жасауымыз керек, жалпы педагогтың жеке бренді қандай болу керек деген сұрақтарға біз бүгін жауап аласыздар сіздер. Енді жеке бренд деген, мен сонда да таныс болсаңыздар да, мен таныс болмасаңыздар да, мен сіздерге қысқаша айтып өтейін анықтамасын. Жеке бренд ол медиа адамы. Медийность дейді ғой, мысалы, орысша айтқанда. Яғни өз саласы бойынша блог жүргізетін эксперт. Және бұл сіздің репутацияңызда. Яғни ол қалай? Мысалы, сіз математиксіз бе, химиксіз бе, әлде лингвистсіз бе, яғни сіз өз салаңыз бойынша блог жүргізетін эксперт болсаңыз, сіз яғни медиа адамына жатасыз. Енді жеке бренд не үшін керек? Қазіргі кезде өте қажеттілік болып отыр. Бұл сіздің эксперттілігіңізді күшейту үшін, қоғам белсендісі болу үшін, лидер болу үшін, көшбасшы. Бұл сізге бір жағынан танымалдылық әкеледі. Одан кейін сіз эксперттілігіңізді арттырғаннан кейін сіз өз қызметіңіз бен өніміңізді, продукт дейді, медиа продукт дейді, өзіңіздің өніміңізді сата аласыз, өз ойыңызды еркін айта аласыз, және көзқарасыңызды білдіре де аласыз. Енді жалпы бұл жерде мен сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Тренингке қандай мақсатпен келіп отырсыздар? Жалпы бұл тренингте не күтесіздер? Микрофонды қосып,
айтсаңыздар болады. Кері байланысып отырайық. Личный брендті дамыту үшін мен мысалға биыл ғана келген жас маманмын, сентябрьден бастап жұмыс істеймін, педагогпын. Қазірден бастап осы личный брендті дамытқым келеді. Тамаша. Арайлым, сіз мүмкіндік бар ма сіз камера қосуға? Тамаша. Камераны барлығымыз ашсақ, өйткені маған шынымен ыңғайсыз көріп отқанда басқаша әсер. Жақсы. Тағы да басқа, арайлымнан басқа. Сіз арайлым қандай сала бойынша мұғалімсіз? Мен бастауыш сынып мұғалімі. Тамаша. Я жеке брендіңізді дамытып, әлеуметтік желілерде өз қызметіңізді сата аласыз. Жақсы. Тағы да сөйлейтіндер бар ма? Я веду страницу в Инстаграм. Классно. Так, жақсы. Енді осы жерде сіздерге сұрақ, тағы да. Жалпы қалай ойлайсыздар, педагогтың жеке бренді қандай болу керек? Ол не береді педагогқа?